штатта туратын екі қазақ баласын не байланыстырады? Salem, Kazakhstan. ақш сенаторының қазақ ұланына қандай қатысы бар? Қазақстан президенті Америкада кіммен кездесті? Түнделетіп Вермонт штатына жеттік. Жол өте ұзақ болды. Бұл штатты жасыл таулар штаты деп те атайды екен. Өкінішке қарай біз тауларды бәз көре алмаймыз. Өздеріңіз көргенде қараңғы түсіп кетті. Бұл штатта да қазақстандық жетім балалар өмір сүреді. Үйлері айдалада екен, орманның ішінде. Жаңа ғана жолда елікті көрдік. Ал кіріп көрейік. Бетін қолмен қалқалап тұр, ұялып тұрма, жатырқап тұрма, білмедім. Salem. Are you nervous? No. Сәлем. Сәлем. Salem. Атың кім? I forget something. Your name? What is your name? Isaac. Isaac? Nice to meet you. What's your middle name? Амандық сұрасқаннан кейін мына балақай үшін әкелген сый-сияпатымызды Қазақстан атынан тапсыруға көшті консул Қадыр Қайыпов. Мен болсам көзі оттай жанған бүлдіршінге тамсанып қарап қалыппын. Бала кездеріңізде естеріңізде ме, алыстан бұрын соңды көрмеген немесе есіңде қалмаған жақындарын қонаққа келгенде аңтарылып қарап тұратын едік қой. Мына балақайдың жанарынан соны байқадым. Америкалық отбасы кешкі астарын ішпей бізді күтіпті. Бірақ бірінші сұрайды: сорпа ішіп жылынып аласыздар ма? Біздің бауырымыз да сұрап жатыр: суық па? Тоңып қалдыңдар ма дейді. Иә, өте суық деп жатырмыз. Бірақ ол суық сендей балақайдан айырылып қалғанымызды сезінгендегі суықтан қатты сүйекті сырқыратқан жоқ. Ұмытқан жоқпын. Балалар үйінде өзіңде не болса басқалармен бөлісетінбіз. Далада ойнайтынбыз. Тәрбиешілер өте жақсы адамдар болды. Бізге жақсы қарайтын. Әрдайым қуанып, күліп жүретінім есімде. Қызық болатын. Мэри Лэндрю ақш конгресінің сенаторы. Америкада сенатор үлкен күшке ие. Дәрежесі атқарушы билікпен тең. Кез келген проблема бойынша кез келген министрді алдынан нақтырақ айтсам кабинетіне шақыра алады. Қаптаған саяси, қоғамдық, әлеуметтік мәселелермен қатар халықаралық бала асырау істеріне де қатысы бар бұл ханымның. Өзі де бір бала асырап алған, шеттен емес, Американың ішінен. Менің ойымша халықаралық бала асырау процесі өз елдерінде отбасын таба алмаған бүлдіршіндердің басқа мемлекеттен өзге отбасынан бақыт пен қамқорлық табуына көмектеседі. Мұнымен қатар мен елдің ішіндегі бала асырау ісінде қолдаймын. Ал жабық есік жағдайында өткен кездесуде сенатордың көмекшілерінің бірі американдықтардың дүние жүзіндегі барлық жетім балаларды қанаттарының астына алуға ынталы екенін айтып қалды. Осылайша әртүрлі себептермен әртүрлі елдерге қысым жасайтын алпауыт ел бұл мәселе келгенде де Тереза Калькутскаяның образына кіріп алыпты. Бұлай ойлап қарасаң сауапты іс, бірақ неге мені сонша шошындырды бұл сөз? Американдықтар өте жомарт халық. Егер ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға үй қажет болса, олар бүкіл әлемдегі жетім бүлдіршіндерді асырап алуға дайын. ақш-тағы миллиондаған отбасы шетелден бала асырап алғысы келеді. Жыл сайын американдықтар өзге жұрттан 7 мыңнан 20 мыңға дейін бүлдіршінді өз қарамағына алады. Ал елдің ішінде жыл сайын кемінде 50 мың бала жаңа жанұямен табысады. Сондықтан да бізде жетім бала жоқ. Бұл мәселе жақсы жолға қойылған. Америка азаматтары әр бүлдіршін сүйіспеншілікке бөленіп, отбасында өсу керек деп есептейді. Қазақстан бойынша, жалпы әлем бойынша бала асырап алу тізімінде ең бірінші Америка Құрама Штаттары тұр. 1999 жылдан бастап қазіргі кезеңге дейін қазақ елінен 6609 бала мұхит асқан. Бірақ бұл тек ресми мәлімет.
қазақ балаларының саны бұдан да көп болуы мүмкін. Қазір қазақстандық балалар осы бүкіл Америка құрама штаттарының әр түкпіріне таралып кеткен. Балалар үйінде Әйгерім деген досым болады. Ол қазір Нью-Йоркте тұрады. Мені 3-ші балалар үйіне ауыстырғанда онымен таныстым. Мен қазақша жақсы сөйлейдім. Қазір білмеймін. Жаман деген сөз ғана есімде қалыпты. Бір досым болған, ол жаман бала еді. Or one another. Үйге кіре салып, бізге кәмпит ұсынып жатыр. Бұл бір ағаштың шырынан жасалған тәтті екен, өте тәтті дейді. Көп рахмет, таудай бол. Дәмін көрейік, жергілікті ағаш, е? Бұл Вермонт штатына ғана тән мәмпәзи. Қазақ халқына тән қонақжайлық сақталыпты бұл отбасында. Рахмет. What, that was you? No, that's okay, yeah. I'm 6 Мен years old. алтыдан I'm астым. in first grade. My name Менің in Қазақстандағы Kazakhstan балалар is my үйіндегі middle есімім name and the baby Досым. name is Dosum. He was a very energetic Досымның child. қазақша қандай мағына беретінін білеміз. Ол расында да атына заты сай бала, көпшіл. 1 жастан асқанда асырап алдық. Алғашында қатты қобалжыдық. Балалар үйінің қызметкері қолыма кішкентай нәрестені бергенде, өзімді бір түрлі сезінгенмен, бара-бара ішкі жан дүнием еріп сала берді. Күш қуаты сондай көп, асып тасып жатты. Қол аяғында тұрмайтын, шапшаң қимылдайтын бала екен. Бір есе аяғымның арасына кіріп кетеді. Өйтеді, бүйтеді, басында қашып кете беретін. Әрине, оны түсінуге тырыстық. Біздің түріміз басқа, бөтен адам болған соң қашқалақтады. Кейін бауыр басып кеттік. Ия қатты жатырқат, көзінен көрініп тұр. Еш нәрсені ұқпай да қалды ғой. Бізге оны жақсы көретінімізді дәлелдеу, әке шешесі екенімізді түсіндіру өте қиынға түсті. Мамаң мен папаң жақсы көресің ба? Осыншалықты қатты жақсы көремін. This much. Бірінші мамаңды қатты жақсы көресің ба, жоқ папаңды қатты жақсы көресің ба? I can't decide. Білмеймін, Mom. қайсысын. Бірінші мамамды қатты жақсы көремін ғой деймін. I remember getting down. Тағы есімде қалғаны әуежай. Сосын Америкаға келгенде иттерден қатты қорқатынмын. Кейін оларға үйреніп кеттім. Мұнда келген соң өз тілімді сөйлеп жүрдім. Арасында орысша сөздерді қосатынмын. Ата-анам мені кейде түсінбейтін, бірақ 6-шы сыныпта ағылшын тілінен қиындықтар бола бастады. Сосын қазақ тілін пайдалануда бір жола қойдым. I was already hugging the dog and all over it. I know Timulan very well. He's one of the most Оның ата-анасы менімен бірге қызмет атқарған. Әкесі бұрын менің көмекшім болды. Оның үстіне менің асырап алған қызыммен бірге өсті. Екеуі дос. Мен Темірланды өте жақсы білем. Ол менің өмір жолымда кездескен ең бір тамаша бала. Оның Қазақстаннан Америкаға келгеннен бастап, ер жеткеніне дейін көз алдымда. Many have had happy stories like Timulan and Abby Needell. Мүмкін Рич Мастерс ақш сенаторының көмекшісі болмаса, халықаралық бала асырау тізіміне өткен қазақ балаларының ішіндегі мына суретті көзі шалмас еді. Мүмкін бұл сүп-сүйкімді бүлдіршіннен анасы бас тартпаса, оның суреті американдық азаматтың қолына түспес еді. Мүмкін қазақ елінде жетім балалар болмағанда, шетке бала берілмес еді. Ал шетке бала берілмесе, президент ақш конгресінде Коммунизм кезінде мұндай көріністі көз алдымызға елестете алмайтын еді. Бұл демократияның көрсеткіштерінің бірі. Бұл екі ел арасындағы сенімнің нығаюы, бізді біріктіріп, мәдениетімізді байытады. деген сөз айтпас беді. Мүмкін. Бәрі де мүмкін. Темірлан Қазақстан қақпасы ашылғаннан кейін американдықтар асырап алған ең алғашқы қазақ балаларының бірі. 4 жасында мұхит асты, міне, жауырыны қақпақтай алпамсадай жігіт болыпты. Биыл 18-ге толады. Осылайша қазақ елі тағы бір отан қорғаушысын жоғалтыпты.
Hi. My name is Anar. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Tim Masters. Танысқаныма өте қуаныштымын. Nice to meet you. Танысқаныма өте қуаныштымын. In Kazakh language. In Kazakh. Okay. Бұл Темірланның биылғы жинаған өнімі. Мына асқабақтарды ол өз қолымен өсіріпті. Алғаш келген кезде мен бұны бутафория ма деп ойлағам. Сөйтсем, шын асқабақ. Жалғандығы жоқ. Сол сияқты Темірланның да бойында қазақтың қаны бар екендігі жалған емес. Балалар үйіндегі Темірланның бұрынғы достары. Олар қайда жүр екен? Әлемнің әр тарабына тарап кетті ме, әлде әлі сол балалар үйінде ме? Темірланды көтеріп сүпті. Міне тағы бір тәрбиешісі. Америкалық әйелге дейін осы кісілер айналды ғой оның анасына. Өкінішке қарай, біз олардың есімдерін біле алмадық. Мүмкін балалар үйінің осы екі қызметкері көріп отырса, бұл суретті таныр мекен Темірланды. Вашингтондық Темірлан мен Вермонт штатының бір түкпірінде тұратын досымды біріктіретін не дейсіз ғой? Сен қайда туылғансың? I was born Алматыда туылдым. Almaty. Америкаға қалай едің? I went on a Мені plane мамам мен with my папам mom and алып dad. келді. I had Ұшақта көп жүрегім айнып, bad көп diarrhea құстым. on the plane. Well, I tell him I'm from Almaty. Мен де Алматыдамын. Қазақстан бұрын Кеңес одағының қарамағында болған. Орыстар қазақ жерін зертханаға айналдырып, талай атом бомбасын жарған. Қазір біз тәуелсіз елміз. Егемендікті соғыссыз алдық. Қазақстан ядролық қарудан бас тартқан мемлекет. Қазақстан әлі жас мемлекет. Дамуға уақыт қажет. Американың қазіргі күйге жетуіне де 200 жыл кетті. Қазақтар өте мейірімді халық. Есімде тәрбиешілеріміз өте мейірбан болатын. Неге екенін білмеймін, солдаттар жиі келіп тұратын, бірақ бізге сыйлықтар, ойыншықтар беретін кезде қуанатынбыз. Иә, олардың екеуі де алматылық, екеуі де бір балалар үйінен. Екеуі де нөмірі 3-ші балалар үйінің мекемесінде шырқырап, аналарын шақырып жатты бір кезде. Досымды тастаған әйелдің 1 жылдың ішінде райынан қайтуына болар еді. Ал Темірланды қайта алып кетуге 4 жылдың ішінде үлгеретін еді кім болса да. Енді оларды қанша іздесе де таппайды. Егер іздесе әрине. Very good. He was checked out by a doctor. Темірланның туған анасы біздің білуімізше өте жас болған, 20-ға да толмаған екен. Заң жүзінде біз оның рұқсатын алуымыз керек еді. Бірақ біз оны таппадық. Ол босанғаннан кейін бірден бас тартқан. Ойлаймын, түрлері қандай екен, жалпы қандай адамдар екенді. Мен олармен қуана кездесетін едім. Бірақ бұл тілегім орындалмаса, өкінбеймін. Құдайдың маған басқа жоспары болған ғой. Америкаға келіп, осы елден өз отбасымды табу бұйырған шығар. Мен өмірге әкелген адамдарға ешқандай сезімім жоқ, өйткені оларды танымаймын. Жүрегімде қазіргі ата-анама деген сезім бар. Олардың маған деген көңілін, қарым-қатынасын бағалауым керек. Биологиялық анасы туралы досымға дейін 2 рет бала көтерген деп естігенмін. Бірақ білмеймін, оларды қалдырды ма өзінде, жоқ па? Ол туған шешесі туралы сұрайды. Мәлімет болмаған соң еш нәрсе айта алмаймыз. Бірақ біз айтамыз, сенің анаң ақылды әрі әдемі болған шығар. Өйткені сен өте ақылды және сүйкімді баласың дейміз. Менің ойымша өте жас немесе әлеуметтік жағдайы төмен, кедей болған соң перзенттерін тастап кететін шығар. Ал сіз мысалы жағдайыңыз нашар болса, балаңызды тастап кетер ме едіңіз? Асырай алмасаңыз. Өзіңді өзгелермен салыстыруға болмайды. Бұлай жасау әділетсіздік болар еді. Мен басқа адамдардың өз баласынан қалай бас тартатынын да түсіне алмаймын. Тұрмысы төмен адамдардың жағдайына да кіре алмаймын. Өйткені менің басымнан бұл өткен емес. Алайда мен өзім туған баламды тастамас едім. Жеуге ас болмаса да бір жолын табар едім. Бұл жұп 10 жыл бір шаңырақтың астында өмір сүрген, содан кейін ғана неке қиыпты. Ері 65-тен асты, әйелі 53-те. 45 жасында ғана ұрпақ туралы ойлай бастапты. Мамандықтарын да айта кетейін, жолдасы психиатр, зайыбы балалар психологы. Неге кеш тұрмыс құрдым дейсіз бе? Жөні түзу, дұрыс адамды табуға көп уақыт кетті.
Барлық параметрі өзіне сай келетін адамды іздеп жүргенде Трейси ханымның бала көтеретін биологиялық сағаты да өтіп кеткен еді. Ал қартайғанда бала бағу қиын емес пе деген сауалға олардың жауабы: түкте ауыртпалығы жоқ, қайта біз жасарып кеттік. Health is good. Біздің әулетіміздегілердің денсаулығы жақсы, ұзақ өмір сүреді. Мысалы, менің інім 63-тен асты. Ол әлі күнге дейін серфингпен айналысады. Өзімнің де денсаулығым жақсы. Күш қуатым бәріне жетеді. Спортпен шұғылданам. Әйелімнің де денсаулығы мықты. Әжесі 103 жасқа дейін өмір сүрген. Мен ұлымды өзімнен де артық жақсы көремін. Өмірімде жасаған ең дұрыс шешімімнің бірі, ең мықты, ең батыл қадам ол бала асырап алғаным. Қазақ халқына тән қайырымдылық қасиет Темірланның бойында бар. Айналасына көмектескісі келіп тұрады. Бізбен салыстырғанда өте ақ көңіл. Сонау балалар үйінде байқағанбыз. Ол лидер, жетекші болатын азамат. Американдықтарда бір-біріне қамқор бола алады, бірақ дәл қазақтардай, дәл Темірландай емес. Ол адамдарды біріктіруге күш салады. Менің жақсы әке болуым үшін Темірлан маған көмектеседі. Әр күн сайын одан бір нәрсе үйренем. Ол өте ақылды, парасатты, қайратты жігіт. Біз 14 жыл бойы баласы өмір сүрдік. Темірлан отбасымызға құт болды. Ол болмаса, Татьяна да туылмас еді. Біздің Қазақстанға сапарымыз үлкен қуанышты оқиғалармен есте қалды. Ұзақ жыл перзент сүйдірмеген Құдай бір жылда бізге 2 бала берді. Сәуір айында тиімді алып келсек, желтоқсанда қызымды босанды. Бұндайды өзімізде күтпедік. Бұл таңғажайып оқиға болды. Қазақстаннан оралған соң өзімді жайсыз сезініп жүрдім. Жолдан қажығандық шығар, уақыт айырмашылығы болар деп ойлаған. Сөйтсем, мен қазақ жерінде жүргенде бала көтеріппін. Өстіп, Темірлан отбасымызды сақтап қалды. Мүмкін жетім баланы асырап алғанымыз үшін жаратушы бізге сауап жазған шығар. Менің есімімді Темірланды асырап алуға көмектескен адамның құрметіне қойған. Ағам болмаса, мүмкін мен туылмас па едім. Екеуміз өте татумыз. Бірге спортпен айналысамыз. Ол маған әрдайым қамқор болып жүреді. Ол мектепте лидер, оны бәрі жақсы көреді, сыйлайды. Ол өте танымал. Мен осында ағам болғанына қуанамын. Американдықтарда отағасы отырып, отанасы ғана ас үйде жүрмейді, бәрін бірігіп істейді. Үйіне келген адамды бізде Құдай қонақтай күтсе, бұл елде шалқайып отырып алу мәдениетке жат. Сондықтан біз де қолғабыс еттік. Ас бұршақтар қосылған, қандай екенін білмеймін. Әйтеуір шошқаның еті жоқ. Өте пайдалы сорпа деп түсіндірді. Бұл үйде ыстық тағам әзірленетін мені таңдандырмай қойған жоқ. Өйткені біз аралаған американдықтардың бәрі сырттан тамақтанатын еді. Және бұлай ас даярлап күтпейтін. Алдымен сұрайды: су ішесіздер ме, әлде шырын ба? Біздегідей сұрап бергенше ұрып бер деген түсіну жоқ. Ал кейбірі мүлдем қара суда татырмайды. Досым екеуміз тамақ ішетін адамдарды санап жатырмыз. Иә, тағы біреуін құйыңыз. Операторымыз қалып барады. Мама, Серік пен Саматтың қасына отырайыншы. Біздіңше Дылсым мамасынан, анасынан сұрап жатыр. Мен екі қазақтың ортасына отырсам бола ма деп. Қазір біздің режиссеріміз бен оператордың ортасына отырып тамақ ішеді. Оның осы сөзінен ақ байқаған шығарсыздар бізді қалай жақын тартып жатқанын. Режиссеріміз Серік те жайғасты қазақ баласының жанына, мінеки операторымыз Самат та келіп отырды. Жұмыста тоқтатпайтын бір амалын таптық, досымның сөзін жерге қалдырмайық деп. Осылайша оң қайнаса да бір-біріне сорпасы қосылмайтын ол өкілдері бір дастарханның басында бір қазақ ұланының тілеуін тілейді деп кім ойлаған? Бұл шампан әлде шарап емес, шошымай-ақ қойыңыз. Дәмі біздің лимонадқа ұқсайтын бір сусын. Мен сізге баскетболдық карточкаларымды көрсетейін. Okay, so
This card right here. Бұл ең маңыздысы. Майкл Джордан, 1985 жыл. Michael Jordan, 1985, Leo. All right, I'm going. Сау бол әке, жолың болсын. Very proud of you, all right? See you later. Мексикадан не әкелейін саған? Ойлан, мені таң қалдыр. See you later, buddy. Темірланды асырап алған азаматтың қазір жеке пиар компаниясы бар, кезекті сапарға аттанып барады. Бұл карточка Шакилла О'Нилла, Коби Брайант, Уин Уэйт, Криса Пол. Мынау 3D карточкасы. Кармелла Энтони, Леброн Джеймс. Бәрі мына карточкадан басталған. Әуестігімді айтам. Бұрын бұларда стикер деп атайтын. And the lighting's not good, but if you were to... Мына карточкаларды не үшін жинайсың сонда, Темірлан? Бала кезімде маған доп сыйлаған. Содан бері баскетбол мен үшін ең сүйікті спорт түріне айналды. Кішкентай кезімнен бастап барлық ойындарды көредім. Солай карточкаларды жинаумен әуестене бастадым. Менде мықты ойыншы Хилдің қолтаңбасы қойылған футболка да бар. Бұл карточкаларды сатсаң қанша болады бұның барлығы? Мәселен, мына карточкалар бірнеше $100 болады. Өйткені олар өте көне, 1969 жылға. Because it's so old. It's from 1969. Мына өте сирек кездесетін түрі. Бұл коллекция мыңдаған $дан асып кетеді. So limited, there was only a few prints. Иә. Бұл пазл, құрастырмалы ойыншық. You have to take it apart and build it. There. Оны осындай күйінен бастап құрастырады. Ал мына бөлігі. Ағаю бұл. Қазақша ағаю. You ever talk with a Kazakh Ал president? Қазақстан президенті кім? Қазақ президент Нұрсұлтан Назарбаев. Жақсы, ұмытпайым. Қандай керемет. Күшті. Ойламаппын мен мынандай ойыншық екен. Күшті екен, And don't forget Мына қонақтарға беретін тәтті ірімшік. when you go. Бұл не? There's stuff. Jam. There's. Yeah. Иә. It's jam, and you put it on crackers. Мынау не? The ranch nut things. Жүр, кеттік. Мына жаққа барайық. Опа, кел. Опа. Енді мына газеттегі сенің. Oh, the paper? So this is Бұл me. менің қазақ елінің президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесу. Есімде көрген кезде президентке қарай жүгірдім. Мен Назарбаевпен қазақша сөйлестім. Ол маған қазақ тілінде жауап берді. Сосын атанам I remember қасымызға from the келді. night I saw him, so I ran up to him and started speaking to him in Kazakh, and then he started speaking back to me. А сен есіңде ма? Президентпен кездескенде саған не айтты? Сен президентке не айттың? Президент менің қолымды алды, ал мен оның қолын қысып ұстап тұрдым. Ол маған сен жақсы баласың деп айтты. Сосын сенімен танысқаныма қуаныштымын. Бұндай кездесу бола бермейді деді. How he usually doesn't meet people. Привет, мистер президент. Қазақстан президенті мен қазақ баласы қарапайым түрде амандасты. Оның тағдыры өзгеше құрылды. Осыдан 1 жыл бұрын ғана ол тұлдыры жетім еді. Енді оның америкалық ата-анасы бар. Ол танымал тұлға. Мемлекет басшысымен кездесуін ешқашан да ұмытпайды. Бұл сөздер 2002 жылы Экспресс-К газетінде басылыпты. ақш сенатындағы ерекше кездесуді Темірлан ғана емес, оның анасы да зор ықыласпен еске алады. Oh, it was so exciting. We really didn't know what to expect. Ол кезде босануға ай күнім жақындап қалған еді.
Қазақстан мемлекеті басшысының бауырмалдылығы, ақ көңілділігі мені таң қалдырды. Ол Темірланға сондай мейіріммен қарады. Біз ұзақ жылдан кейін тек Қазақстанға барғанда ғана бала көтердік деп президентке айтқанда, ол бізге қарап, онда құрсақтағы бала да қазақ деген еді. Very supportive of adoption. Өскенде кім болғың келеді? Президент болғым келеді. Қай елдің президенті болғың келеді? Қазақстанның президенті болғым келеді. Kazakhstan. The Kazakhstan of the Немесе Американың президенті болғым келеді. President of the United States of America. Президент болу үшін не істеу керек? Қандай болу керек? He should not be a Президент қанағатсыз болмау керек. He gets Жомарт болу керек. Өзі басқаратын елдегі барлық байлықты өзіне алмауы тиіс. Президент үшін не маңызды? Президент нені болса да көп талқылап, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білу керек. But still, just his own property he owns. Тіл көз тасқа шетелдегі қазақ балалары жобасында президент болам деген бұл тұңғыш бала. Не үшін келдік біз? So you can tell the Сіздер шетелде тұрып жатқан қазақ балаларының өмірі туралы бағдарлама дайындап көрсетесіздер. students are getting treated. And I feel like I'm kind Ой, мен президент сияқты сөйлеп кеттім ғой. president about Timor. So at school, Менің хоббиім көп. Гольф ойнаймын, баскетболмен қатар футболды ұнатамын. Қазір мен еріктілер тобының мүшесімін. Қалай жақсы адам болып қалыптасу керек, өмірді жақсарту үшін не істеу керек, сол жағынан мұқтаж жандарға көмектесеміз. Луизианадағы университетке түсуді жоспарлап жүрмін. Бизнесмен болсам деймін. Немесе әскери академияға барсам, сапалы білім береме деп ойлаймын. Инженер мамандығы да ұнайды. Жалпы мен өмірде мықты жетістікке жетуді, табысты болуды армандаймын. Ең бастысы, өзіңді мақтан ету керексің. Өз-өзіңді аяп, жылап сықтаудың қажеті жоқ. Ақшаңның көп болуы маңызды емес. Адам жүрегіндегі рухани азығымен бай. Бойыңдағы адамгершілік, ізгі қасиеттерімен бай болады. and I can also do business there. Әр қазақтың үйінде домбыра болуы тиіс деген түсінікпен өстік. Америкада болса да, Темірланның үйінде де домбыра бар екен. Бірақ тиегі жоқ. Ішіне түсіп кеткен ғой деймін. Кішкентай кезімізде ағаларымыз осы тиек домбыраның ішіне түсіп кеткен кезде жіппен ба алып жатушы еді. Бірақ бұл американдықтардың қолынан келе қоймайтын шығар. Әзірге қазақтың қара домбырасында ешкім ойнамайды. Бұл тек қана сувенирдің рөлін атқарып тұр. Тиек деген сөзді түсіндіре алмаған соң телефоннан домбыраның үнін тыңдаттық. Тиек. Темірланды асырап алған алғашқы жылдары америкалық ерлі-зайыптылар оған Вашингтоннан тауып алып ұлты қазақ бала күтушісін жалдапты. Ая Сүлейменова екен есімі. Сол қазақ қызы Темірланның қазақшасын кетірмей домбыраны да үйретіпті. Алайда Темірлан өзі айтқандай бәрін ұмытты, өзге тілде сөйлейтін қоғам ұмыттырды. Енді бұл қазақ ұланының да қоғамы. Бала асырап алу үлкен қадам, бірақ ол өзін өзі ақтауы тиіс. Осы арқылы асыранды балаларға Христосты танытуға әбден болады. Бұл миссионерлердің принципі. Бұрынғы замандарда еуропалық миссионерлердің Америкаға өз діндерін насихаттау үшін келіп, жетім қалған балаларды қамқорлыққа алу арқылы діндерін уағыздағаны белгілі. Жалпы халықаралық бала асырау процесінде мұндай жағдайлардың кездесетіні құпия емес. Енді Америка халқы өзге жұрттан жапырып бала асырап алуға көшті. Өз сенімінің жақтастарын көбейту олардың басты мақсаты деп мен нақты айта алмаймын. Бірақ қара көздер асырап алған ата-аналарының сеніміне өтетіні анық. Құдайға сенемін. Мен католикпін. Иисустың жерге Құдай арқылы келгеніне, біз сол үшін жақсы, сауапты істер жасауымыз қажеттігіне сенемін. Бұл біздің парызымыз. Алайда біздің нағыз өміріміз көкте басталады.
Мен өзім протестанттық сенімдегі отбасында өскем. Осы іліммен тәрбиелейтін мектепте оқыдым. Ал қазір ешқандай дінді ұстанбаймын. Вермонтқа көшіп келуіміздің де бір себебі, мұнда халық аз, және кез келген діни ағымның өкілдері бар. Ештеңеге сенбеймін. Бірақ таңда десе онда буддизмді қалар едім. Осы сәтте көз алдыма досымның Буддаға табынып отырған түрі елестеп кетті. A biblical name. Америкаға келген соң досымды Исаак деп атадық. Әйелімнің бір туысының құрметіне қойдық. Мағынасын білмеймін, бірақ бұл еврейлердің және христиандардың дініндегі Аврамның екінші баласының есімі. Қазақстанға келесің ба өскен кезде? That's what me and mom and dad. 1-2 жылдан кейін ата-анам апарамыз деген. Or two older, I could go back to Kazakhstan with them and see more stuff. Бірақ сіздерге ескертіп қояйын, өліп кетсем де қойдың көзін жемеймін. Досымды қазақтар қойдың көзін жейді деп қорқытып тастаған ба білмедім. Жалпы шетелдіктер малға дәрі салып жаны шығарған соң ғана соя бастайды. Ал біздің тірідей бауыздайтынымыз оларға қораш көрінеді. Бұны қатыгездік, қаныпезерлік деп санайды. Иә, әркімнің өз шындығы бар. Бізге қоятын сұрағың бар ма? Қазір кетерде сұраңдар. Сол кезде мен бір сұрақ туындайтын шығар. Бір сұрақ туды. Сендер қойдың көзін жедіңдер ме? Қойдың көзін, қазақтар қойды асып басын жейді. Көзінде, тілінде жейді, миында жейді. But which part of... Тағы бір сұрағым бар. Бірінші қойдың қай жерін жейсіңдер? Аяғын ба, басын ба? Мен сасып қалдым, сосын аузыма түскенін айттым. Бірінші қабырғасын. Okay, the ribs. Жақсы, қабырғасын мен бұны ойымдағы дәптерімді ашып, жазып қоюым керек. Сен қойдың етін жейсің ба? Жоқ, біз шошқаның және сиырдың етін жейміз. Қанша дегенмен, мен өз тамырымды жоғалтпаймын, шыққан жерімді ұмытпаймын. Тек маған Қазақстанға қайта барып көру керек. Мен американдықпын, бірақ мен қайтадан қазақ бола аламын. Бұл менің өмірлік жолыма байланысты. Қазақстан халқына айтарым, басқа елде болсам да мен бақыттымын. Мені жақсы көреді. Құдай мені осында бақыттады. Бірақ мен өз ұлтыма, тарихыма адал болып қалғым келеді. Қазақстан азаматтығынан айырылғым келмейді. Егер екі ел азаматтығында болуға мүмкіндік болса, жақсы болар еді. Америкада да, Қазақстанда да үйім болса екен деп тілеймін. Иә, кейде көңілсіз жайттар көп болады, бірақ жақсы нәрсе ойлау керек. Өмірден жақсылық күтемін. Темірлан, біз сенімен танысқанымызға қуаныштымыз. Біз сенімен мақтанамыз. Жарайсың, барлығын білесің. Саған барлық жақсылық тілейміз. Аман болып жүр, ұмытпайсың деп ойлаймыз. Кейін Қазақстанға келіп жатсаң, қуанамыз. Сені қарсы аламыз. Thank you. Рахмет. Maybe I'll say, шыққан жеріме, ата-бабаларыма сәлем айтам. Мен үнемі айтам, бірақ олар мені естімейді. Жаңа екеуміз айтып жаттыққанды, енді камераға айтсаң болады, сені мына камераның ар жағында қаншама адамдар көріп отыр, қазақ халқы, бүкіл Қазақстан көріп отыр. Salim, Kazakhstan. Arman Bolaik. Maybe can you ask them to answer Қазақтар, me and I'll say қалайсыңдар? Kokowai, Маған then maybe қазақтардан осы I'll get сұрағыма an answer жауап back керек. on the radio from the Kazakh people.
Біз қазақпыз, мен қазақпын, сен де қазақ, ол қазақ. Қазақ үшін отқа түсіп жанғандар көп, маздабақ. Қай жерде жүрмесін, көшпенділер ұрпағының болмысы бәрібір қазақ болып қалады. Олардан кейін тарихта аты қалатын мықты тұлғалар шығуы да мүмкін. Әттең, ол есімдер қазақ тарихында жазылмайды.